Сүйел. Екінші бөлім. 4 қызды аналарының 40-ы өткен соң нағашылары сұрап келді. Өздері Ресейге әкетіп, тәрбиелеуге ұсыныс жасаған еді. Ханымзада көнбеді. Тіпті өзінің тұрмыстағы қыздары да: "Апау, өзіңіз ауырып қала бересіз. Оның үстіне бұлғар қыз бала ғой. Ананың аялы, алақаны керек. Сіңілдеріміз өзіміз бөліп алып тәрбиелейік. Әпкелері болсақ та, анасындай тәрбие беретінімізге кәміл сенімді болыңыз. Өз қыздарымыздан кем қылмаймыз. Арманның жүрісі мынау ғой. Өз қолымызды өзіміз кесе алмаймыз. Бауырдың азары болса да, безері жоқ. Қайтейік енді анашым. Інімізді жөнге сала алмаймыз. Ең болмаса, қыздарына қамқор болуға рұқсат етіп бата беріңіз." Ханымзада 4 қызды құшағына қысып: "Мен тірі тұрғанда 4-еуін таратпаймын, өзім асыраймын. Ендігі парызым осы. Сендер әпкелері ретінде көмектесіп тұрыңдар. Қолдарыңнан келгенше барларыңды әкеліп көрсетсеңдер, сол да жетеді. Қалғанын өзім қамтамасыз етемін" деп үзілді-кесілді қарсы болды. Қыздар да әжелерінің етегіне тығылып: "Ешкімге бермеңізші бізді әжеу" дегенді мөлдіреген көздері айтып тұрған еді. Настяның жылдығасынан соң Сәнімгүл де енесінің батасын алып төркініне кетті. Жеңгелері қыздарды қимастан қоштасты. Кетуіне тура келді. Өйткені Арман келінінің қыр соңынан қалмай көзін салып жүрді. Інісінің жесір әйелін әмеңгерлікке алғысы келді. Қырындай берді. Әпкелері мен қарындастары келіп Арманға тиіспей келінге деп қанша ақылын айтса да, олардың сөзін шыбын шаққан құрлы көрмейтін. Бұл үйдің жалғыз ұрды-дұрдығына араласпайтын жалғыз жан бар еді. Ол кенже інісі Ерхан еді. Осы жолы ол да ағасының бұл қылығына бейқам қарай алмай, жеңгесінің ары қорланбас үшін Арманға басу айтқысы келді. Бірақ оған да Арман құлақ аспады. Ақыр аяғында Ерхан Сәнімгүл жеңгесін төркініне өз қолымен апарып салды. Анасын да, қарындастарын да үйіне әкеткісі келіп еді, Ханымзада бармады. Келіннің қабағынан қорықты ма, әлде анасыз қалған қыздарды жақтырмай қалар деді ме? Әйтеуір өз шаңырағында алқаш баласымен арпалысып, 4 қызды құшағына қысып қала берді. Арада 1-2 жыл уақыт өтті. Қыздар әжесінің көмекшісі, қолғанаты болып, бір-біріне қарап, үй жинап, тамақ жасайтын халге де жетті. Әкелері ішіп келсе, 4-еуі де әжелерінің маңайында жүретін. Bir күні Арман анасына үйленетінін айтты. Ханымзада ұлының бұл жаңалығына аса қуана қоймады. Тағы бір тағдырды быт-шыт қылады деп қорықса керекті. Сол хабарды жеткізер күні Арман үйге ішпей келді. Кешкі ас үстінде ақырындап сөзін бастады. "Мама, айтарым бар" деп бір кесе шайды сораптай ішіп әңгімесін созғылады. "Иә, айта бер" деп Ханымзада салқын қанды жауап берді. "Мама, мен үйленем." Ханымзадада үн жоқ. "Мама, мен білемін, маған сенбейсің. Мен сенің сеніміңді ақтамаған адаммын. Үмітіңді құм еткен адаммын. Білемін, анашым" деп жанарын төмен түсіріп, дауысы мұңды естілді. "Менің үмітімді қойшы, Настяның көрмей кеткен қызығын айтсаңшы одан да" деп Ханымзада өмірінде алғаш рет ұлына деген өкпе ренішін айтты. "Настяның әруағы мені ешқашан кешірмейді деп ойлаймын. Дегенмен, мен кеше оның бейітіне барып келдім. Кешірім сұрадым. Қыздарға ана болатын әйел әкеліп, оның алдындағы кінәмді өтегім келеді. Настя көрмеген қызықты қыздарым көрсе деймін" деп тамылжыта сөйлегеніне анасы таңырқап қалды. Араға 2 ай салып, үйге Күнсұлуды әкелді. Күнсұлу 18 жасында алғаш рет тұрмыс құрып, 20 жасында 2 қыздың анасы атанған екен. Көп ұзамай жолдасы автокөлік соқтығысынан көз жұмып, 20 жасар жесір ата-анасының қолына қайтып барғанды. Содан бері тек қыздары үшін өмір сүрген келіншек. Арман мен ойда жоқта танысқан көрінеді. "Екеуміз тағдырлас екенбіз. Менің де әйелім ерте өмірден өтті. Үйде анам мен 4 қызым бар. Қыздарыма сенің қыздарың серік болады. Барлығыңды бір өзім асыраймын. Маған тұрмысқа шық деп қоймаған Арманды шынымен бағына балаған келіншек жеңгесімен ақылдасты. Арманды да сол жеңгесімен таныстырады. Жалғыздық Аллаға ғана жарасқан.
Қыздарың болса 13-ке таяп қалды. Сөзі тәуір жігіт болса етегінен ұста деген жеңгесінің ақылын тыңдап, Арманға келісімін берді. Атына заты сай келіншек еді. Ашық маңдайлы, жүзі жарқын, Күнсұлу өте ажарлы еді. Бірақ Арманға күйеуге тигеннен соң ол да оңбай сорлады. Ханымзада Күнсұлуды сонау арқалыққа барып әке-шешесінің батасын алып, ұзатып әкелді. Үйіне әкеліп, отқа май тамызып, басына жаулығын жауып, келін етті. Күнсұлу қыздарға жақсы ана болуға тырысты. Төрт қыздың үлкенімен өтпелі кезеңде болғандықтан, онымен сырласып, ішкі мұңын тыңдап ақылын айтатын. Ханымзаданың шай тамағын уақытылы беріп, шынайы сыйластық танытты. Қыздар да жайлы, әжелері де мәз. Анасын сұрап жиі жылайтын кіші қызда Күнсұлуға бауыр басып, қасына жатып мама деп атап кетті. Алғашқы жазғы каникулда келіп, келін өзінің төркінінде қалған екі қызды осында алып келді. Екі қыз аналарын қызғанып, төрт қызбен достаса алмады. Күнсұлу оларға барынша ақылын айтып, барлығында жақсы көретінін жиі айтушы еді. Алтауына бірдей көйлек тігіп беріп, қыдыртатын. Ханымзада әжелері ретінде зейнетақысының алтауына бірдей сыйлық жасап, келіннің ізінен келген қыздарды бауырына басуға қанша тырысса да болмады. Бұл уақытта Арман жұмысқа тұрған. Мүлдем ішпеуге берген уәдесінде де тұрмады, бірақ ара-тара ішіп келетін. Сондайда әлгі екі қыз қорқып қалушы еді. Өзінің қыздары үшін әкелерінің ішіп келгені үйреншікті көрініс. Тамыз айының аяғында екі қыз арқалыққа қайтуға қолқа жасап қоймаған соң, Ханымзада құда-құдағиына қыздарды өзі апаруды жөн санады. 10 күндей уақыт аралыққа жол жүріп келгенде, Ханымзаданың алдынан тағы да тосынсый күтіп тұрды. Үйіне келсе, Күнсұлу көкала торғайдай болып жүр. Қыздар әжелерінің алдынан жылармен күйде жүгіріп шығып күтіп алды. Сөйтсе, Арман баяға өйініне салып, қыздарың неге кетіп қалды, бізді менсінбеді деген сылтаумен аямай сабап тастады. Күнсұлу бойындағы шоқты қанша жасырғысы келгенімен, Ханымзада аямай-ақ ұқты. Басынан сипап, келініне барынша демей болуға тырысты. Бұл ұрыс осыдан кейін де бірнеше рет мәрте қайталанса да, Күнсұлу демін іште сақтап, қыздар мен енесі үшін шыдайды. Арман екеуінің отасқандығына 3 жылдан аса уақыт өтсе де Күнсұлу аяғы ауырлай қоймады. Ол Арман үшін өте үлкен сылтау. Видео қатын алдым, деп ішуі күнделікті болып кетті. Күнсұлу бір күні түс көрді. Түсінде өзін бойлы, бұйра шашты, көзі көкшіл келген әйел келіп, қаш, кет, қаш дейді. Ол ұйқысынан атып тұрса, таң ағарып қалған екен. Өз түсінен өзі қорқып, қасында ұйықтап жатқан кенже қызы, Зерені оятып алмайын деп, ақырында сыртқа шықты. Арман келмеген екен. Түсіне кім кіргенін ойланып, есік алдында отырды. Әлгі әйелді көз алдына қайта-қайта елестетіп, орыс ұлтынан екенін біліп, Настя екенін түсінді. Бірақ неліктен ол қашуды бұйырып тұр? Әлде қыздарын менен қызғанып жүр ма екен деген сан алуан сұрақтың соңында түгелімен таң атқанын байқамай қалды. Кенет шарбақтан қисалаңдағанын Арман кіріп келді. Әй қатын, неғып отсың деп жекіп тастады. Мен жайсыз түс көріп, ұйқымнан тұрсам сен жоқ екенсің. Сыртқа таза ауамен тыныстайын деп шығып едім деп, көжектей дірілдеп қоя берді. Фантазияң күшті иә деп, Арман кіжіне сөйлегенін Күнсұлу үйге қарай кіріп кетті. Үйге жете жатса да, Арманның дауысын терезеден ести сала, ұйқысы шайдай ашылған анасы орнынан тұрғалы жатқанда қасына келіні жан екпінімен жүгіріп келді. Келіншегінің соңынан көзі қызара ілесе кірген Арман, ей қатын, кімді шығарып салдың таң атпай? Шыныңды айтсаң аман қаласың. Мүмкіншілігіңді жіберіп алма, шыныңды айт деймін саған деп, Күнсұлудың ұзын шашын қолына орап алып, сұрақтың астына алды. Ешкімді, Арман, не айтып тұрсың? Ешкімді де шығарып салғам жоқ, деп жан ұшыра айқайлаған келіншектің дауысынан қыздардың барлығы оянып кетті. Ханымзада ұлының қолындағы орақты жұлып алып болып, бір қолын ұстап жіберместеп ұстап алған. Әлгі орақ тиіп кетсе, келіні зақым келеді деп жан шығып,
барады сорлы ананың. Айт деймін саған, тірі қалғың келсе айт. Қане айт, жаныңның барында. Кімді шығарып салдың, немесе кімді күтіп отырдың деп тепкілей бастағанда кенже қызы жүгіріп келіп, Күнсұлуды қорғап үстіне жата кетті. Әкетай, өтінемін, ұрмашы мамамды, папа қойыңызшы деген қыздың дауысын еститін әке жоқ. Қызды алып анадайға лақтырып жібергенде, басы темір кереуеттің аяғына соғып, есінен танып қалды. Папа, Зере қайтыс болды, дем алмай жатыр деп, үлкен қызы айқайлағанда ғана есін жиғандай болған әке, келіншегінің шашын жібере сала, қызына жетіп барды. Зере шынымен басы жарылып, ес-түссіз жатыр еді. Тыныс алуы да сирек. Әлгінде ғана тепкінің астында қалған Күнсұлу қызын құшағына алып, ағыл-тегіл жылай берді. Өзінің тән ауырғанынан емес, ол бір сәтке есеңгіреп, қызынан айырылып қалдым деп ойлады. Ханымзада дереу екінші қызды көрші жедел жәрдем шақыруға жүгіртіп жіберді. Дәрігерлер келем дегенше, Күнсұлу кішкентай Зерені құшағынан жібермей ұстап отырғанда, арман болса қашып кетті. Жедел жәрдем бригадасы анасы мен қызын ауруханаға әкетіп, 10 күн дом қабылдауға орналастырды. Ауруханада Күнсұлудың түсіне Настя тағы кіріп, дәл өткендегідей қашуын бұйырды. Ертесіне Күнсұлу жоспар құра бастайды, бірақ енесі мен қыздарды қимай тұр. Әсіресе Зерені. Зерені әкетейін десе, 3 қызды далаға тастап кеткендей болады. Бәрін алып кетейін десе, енесі жалғызсырап қалады. Амал жоқ, ауруханадан шыққан соң бір өзі қашуға бел буды. Міне қашатын күн туғандай. Енесі зейнеті қалған сайын азық-түлікке теп берген ақшаны үнемдеуші еді. Қалтасынан бар ақшасына Қостанайға дейін билет алып, әрі қарай таксиге отырмақшы. Киімдерін бүлдіртпей жинап ауладағы ескі сарайға шығарып қойып жүр. Мамасының қасынан бір елі шықпайтын Зере бір өзгеріс боларын байқап жүр. Түнде де көз ілмеген қыз Күнсұлуды аңдумен әлек. Таң алдында орнынан ақырын тұрып, Зерештің бетіне ұзақ қарап, құрмалаң сүйіп кетпекші болғанында, Зере, мама, тастамашы бізді деп көзі жәудірей құшақтап алды. Келіншек өз-өзін зорға қорға алып, мен қайтып оралам қызым, сендерді әкетемін дегеніне көнбей, Зере жылауын үдете түсті. Көрші бөлмеде жатқан Ханымзада оянып кетсе, қастарына келіп мән-жайға түсінбей тұр. Күнсұлу өзінің кінәлі кейпімен енесіне шындығын айтуға жөн санады. Ақырында енесі батасын беріп келініне ақ жол тіледі. Бірақ Зере әлде де айрылар емес. Осы кезде 3 қызда оянып, осында жиналды. Барлығының да үн-жұрғалары түсіп, естер болғандықтан өксіктерін іштей сақтауда. Күнсұлудың жүрегі езіліп барады. Тәуекелге бел буып, қыздарды алып кетпекші болып енесінен рұқсат сұрайды. Апа, өзімнің қыздарымнан кем қылмаймын. Ертіп кетейін, рұқсат беріңіз. 4-еуін бөліп жармай әкетейін. Өзім бағамын. Тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай, өсіремін. Араға көп уақыт салмай сізді де алып кетемін. Әзірше Ерхандікіне бола тұрыңыз апатай, деп жалынған келіннің көңілін қалдырмай келісімін берді. Бірақ үлкен қызы Арайлым әжесінің қасында қалатынын айтып, сіңілдерінің киімдерін Күнсұлудың қолына асыға жинап берді. Түскі 12-де келетін пойызға Күнсұлу 3 қызды ертіп алып 7-ден ұзақ шығып кетті. Алматы вокзалына дейін жол тым ұзақ. Зеренің қуанышында шек жоқ. Ол құтты бір темір тордан бостандыққа шыққан бұлбұлдай сезімде. Анасын қапсыра құшақтап, тәтелерінің қолынан жібермей ұстап келеді. Бала көңілде үйде қалған үлкен тәтесі Арайлы мен әжесінде алаңдауды. Бірақ ол анасына кәміл сенімді. Кейін әкетеміз деген үмітпен жаңа өмірге асыға жүгіріп барады бала жүрек. Күнсұлу үйде кеткеннен кейін 3 күннен соң ғана Арман үйге оралды. Келіншегі 3 қызын алып төркініне қашып кеткенін біліп анасын айқайдың астына алды. Дереу арқалыққа баруға қамдана бастайды. Жан-жаққа ақша іздеген арманнан ешкім көк тиын бермеді. Жұмыстан босатылып, араңсыз араққа соңынан кеткен адамға кім қарыз берсін? Күнде таңертең кешке дейін үйдің ішінде астан-кестен бола берген соң, Ханымзада амал жоқ, өзі жолға билет шығуға билет алды.
Өзі де еріп баруды жөн көріп, арайымды ертіп Арманмен бірге Арқалыққа аттанды. Ұзақ жолда шаршап шалдығып құда-құдағиының үйіне жетті. Алдынан 3 қыз жүгіріп шығып, әжелерін құшақтап жатыр. Әкелерін көргенге ешқайсысы қуана қойған жоқ. Арман ата-енесінің алдында келіншегінен кешірім сұраудың орнына табалдырықтан кіре жағынан салып қалды. Ей салдақы, сен кім едің менің қыздарымды алып ұрлап қашатындай? Өзіңнің қыздарың аз ба, әлде сенің қыздарыңды мен ұрлап қашайын ба дегенді естігенде қайыненесі, яғни Күнсұлудың анасының қан қысымы көтеріліп кетті. Мен алып қашқан жоқ, апама айтып кеттім. Қыздар менімен кеткісі келді деп келіншек жылап жатыр. Күнсұлу, саған 3 сағат уақыт беремін. Қыздардың киімін жинап бер, мен алып кетемін дегенді естігенде қыздар еңіреп жылай берді. Папа, біз мамамен қалғымыз келеді, бармаймыз Алматыға деп кезектесіп жылай берді. Сендердің мамаларың емес ол, сендердің мамаларың жоқ, әжелерің мен әкелерің ғана бар. Соны біліңдер, қалдырмаймын сендерді мына сайқалдың қолында деп қыздарына жекіді. Келгендеріне жарты сағаттай уақыт болса да, табалдырықтан әрі аттамаған Ханымзада да ұлына басу айтып әлекке салды. Қоя тұршы, Арманжан, 2-3 күн осында болайық. Қыздарды өзім көндіремін, бірге қайтамыз қайтадан деп ақырында жалынумен болды. Мен жақын жерден пәтер тауып, сонда боламын. Маған ақша бер, сендер осында қалыңдар. 3 күннен соң қайтамыз деп анасының қомақты қаржыны алып ізін суытты. Енесін құшақтай жылап Күнсұлу сағынышын білдіріп жатыр. Үйге кіргізіп, тамақ шай дайындап, баптай жөнелді. Құдасы үнсіз қарсы алып, Арман амандық саулық сұрасып, бөлмесіне кіріп кетті. Құдағи манадан бері қан қысымы көтеріліп, жүрегі аузына тығылып, ол да бөлмесінде ауырып жатыр. Екеуі де құдағиының келгеніне аса қуана қоймағандарын білдіргені болар. Сол кіргеннен қайта шықпады. Арман ертесіне келіп, тағы да қоқан-лоқы көрсетіп кетті. Осы жолы Күнсұлудың енесі оны милиция шақыртып беріп жіберді. Кетіп бара жатқанда Арман енесіне, сен кемпірдің түбіңе жетемін, көрде тұр әлі деп тілін тартпады. Қоңыр күз болатын. Сол түні дала ерекше дауылды болды. Жаңбыр нөсерлей құйып жел тұрып, ауа райы ерекше мазасыз. Күнсұлудың ата-анасының бөлмесінің терезесінің жаздыгүні көлеңке беретін талдың бір бұтағы шіріп тұрса керекті. Қатты желдің салдарымен әлгі бұтақ сынып, терезеге тарс етіп тигенде Күнсұлудың анасы күйеу баласы Арман терезені сындырып кірген екен деп қорыққаны сонша, ойбай келді деп соңғы сөзін айтты да кенеттен талып қалды. Шошынып оянған әкесі кемпірінің сылқ түскенін түсінбей оятып әлек. Күнсұлуды шақырып жедел жәрдем келем дегенше бәрі кеш еді. Анасының жүрегі тоқтап қалды. Бұл отбасы бір түнде анасынан айырылды. Арман ертесіне суық хабарды ести сала Алматыға қашты. Ханымзада құдағиының 40-на дейін келінінің қасында болды. Күнсұлудың 2 қызы осы бір 40 күннің ішінде Арманның қыздарына күн берді. Сендердің әкелеріңнің кесірінен біз әжемізден айырылдық деп түртпектеумен болды. Ақырында Ханымзада 4 қызды алып үйіне оралуды жөн санады. Күнсұлу 2 оттың қартасында қалып, амалдың жоқтығынан 4 қызды әжесімен жіберуіне тура келді. Өйткені өзінің 2 қызы аналарынан теріс айналуға шақ үстінде болатын. Алматыға шалынан қалған шара шаңырақ Ханымзада қайтып оралды. Баяғыша күндер қайта басталды. 4 қыз өсіп келеді. Арман ес жиятын түрі жоқ. Әр әйелмен бір тұрып, ішкіштігі тіпті артып кетті. Көп асқанға бір тосқан деген бар ғой қазақта. Арманның бір күні Ләззатпен танысты. Осы Ләззат Арманның нағыз сорына айналды. Қылтыңдаған келіншек Арман не айтса соған көнетін. Өзі де ішкілікке бір табан жақын. 5 рет тұрмыс құрса да балалы бола алмаған ақырында жан жарасын арақпен жазатын. Тұрақты тұрмысы да жоқ. Нағыз Арманның сыңары дерсің. Ең сорақысы Ләззат орлыққа бір табан жақын еді. Өз әркімнің үйін тазалап, жалданып жұмыс жасайтын. Соңғы 5 ай бойы Ләззат бір байдың үйін аптасына 2 рет барып жинастырып,
ақшасына кететін. Сол байдың үйінен үшін 5 саусағындай меңгеріп, ақыры Арман сол үйге ұрлыққа түсуге үгіттей берді. Есерсоқ еркекте ес бар ма? Қатынның арбауына түсіп 1 ай дегенде келісімін беріп екеуі жоспар құрды. Сол жоспарды іске асыратын күні екеуі бір шөлмекті қылдай бөліп ішіп алып, шаруаларын аттанды. Подвалдан кіріп, тіршіліктен кіре бергенде үйдің сигнализациясы ойнап, Ләззат қашып үлгерді де Арман үй иелеріне ұсталып қалды. Ләззат бұл үйдің қуыс-қуысын жатқа білетіндігінен арқасында ізін суытып үлгерді. Үй иелері милиция шақырып, Арманды тұтқындап тастады. Арман қасында болған келіншек жайлы тіс жарып айтпады. Ләззат сол күйі бір жолы қашып кетті. Арман 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Арада 7 жыл уақыт өткенде қыздардың екеуі тұрмыс құрып, бөпелі еді. Кішісі Зере болса 10-шы сыныпта болатын. Ханымзаданың жасы 80-нен асқан. Арман түрмеден шыққан соң, 7 жылғы тыныштықтан соң, бұл үйге қайтадан қаралы күндер оралды. Әдепкіде жақсы әкенің рөлін шебер сомдаған Арман әкесінен қалған қара шаңырақты қайтадан саудаға салғысы келді. Ханымзаданың атында болғандықтан анасын алдап арбауға көшті. Бизнес ашқысы келетінін айтып, малмен айналысқысы келетінін айтып, ақырында көндіре алмаған соң дауыс көтеріп айқайға басушы еді. 2 айға созылған ұрыс керістен соң Ханымзада үйді Арманның атына аударып берді. Кенже баласы Ерхан да құланының тыныштығын ойлап, сол үйді ағасына беруді жөн санады. Ақсарайдай 6 бөлмелі үйді бір күнде Арман 3 бөлмелі пәтерге және 2 жигулиге айырбастап жіберді. Жасайтын бизнесі де жоқ, ордақылайтын малы да жоқ. Ханымзаданың бұл уақытта әбден денсаулығы нашарлай түскен еді. Зереш мектеп бітіріп оқуға түсті. Зерештің алдында қыз Сезімде 2 әпкелері сияқты мектепті тәмамдай сала тұрмысқа шығып кетті. Ханымзаданың қасында тек қана Зере қалды. Науқас әжесіне қараймын деп оқуын да қарық қылып оқи алмады. Сезім тұрмысқа шыққан соң Ханымзада мен Зерені Ерхан өз үйіне көшіріп алды. Қабағы бір ашылмайтын жеңгесінің қаһарына ұшырап кетпес үшін Зере оқудан шығып бірыңғай әжесінің қасында болды. Үйдің тіршілігі жас қыздың мойнында. Арманнан хабар жоқ. Ақша қалтасында, ішіп-жеп уайымсыз өмір кешіп жүр. 31 желтоқсанда Ханымзада әжейдің туылған күні болатын. Ол 82-ге келер еді. Бірақ 10 күн ғана жетпеді. Жер бетінде құтыла алмаған бейнеттен жаны арылды. Бақилыққа аттанды. Таптаза төсегінде өзі де, жаулығы да әппақ күйінде мәңгілікке мекеніне кете барды. Кетерінде Зерені қасына шақырып, қызым, тұрмысқа шығар болсаң, адамның сөзіне емес, ісіне қара, қалтасына емес, санасына қара. Балалы болсаң барыңды шашпа балаға, уақыты келгенде арыңды шашар. 10 теңге сұраса, 1 теңгесін беріп қалған 9 теңгені қалай табу керек екенін айтып жөн сілте. Еңбекке үйрет. Сенің әкеңнің маңдайынан шертпедік. Ақ деген алғыс, қара дегені қарғыс болды. Енді міне, көрмейсің де, қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым болды ғой. Жүрегіме шыққан сүйел болды ғой. Сондықтан да менің тағдырымды қайталамаңдар, шырақтарым. Батамды бердің бәріңе деп әдемі қоштасты. Арман үйді сатқан ақша таусылғанда көліктерін сатып ішті. Ол ақша таусылған соң 3 бөлмелі үйді де сатып жіберген еді. Сөйтіп көшеде қаңғып қалды. Ұрлыққа түсіп тағы да 9 жылға сотталып кетті. Зере ол уақытта тұрмысқа шығып кеткен еді. Арман бүгінде 60-тан асып, 70-ке жуықтаған қария. Түрмеден оралған соң әркімге малшы болып, жалданып, күнін зорға көріп жүр. 4 қыз Қазақстанның 4 жағына тарап кеткен. Әкелері әр қызының үйіне бір барып, еш қайсысына симай қайтып оралады. Уақытында әкелік мейірім бермеген соң, оны кім әке деп мойындасын. Қартайғанда ұрпағыңа сыйлы болу үшін жасында қызмет қылу керек емес пе? Осымен әңгіменің соңы.